Саламатсыздар оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге алкандар деген тақырыпты өтеміз. Уже бүгін бізде органиканың екінші сабағы. Бүгінгі сабақтар бұйырса біз сіздермен алкандардың гомологтық қатарлары, оларға байланысты есептер қалай келеді, сол туралы есептерді практика жүзінде көрсететін боламыз. Сонымен қатар химиялық қасиеттерін де тоже шығарып көрсетеміз. Жақсы ма? Кеттік. Сонымен так. Енді алкандар деген алдында біз оның аттарын барлығын жаттадық, формулалар, номенклатурасына оған тоқталмаймыз. Бүгін уже сразу не істейміз, уже практикаға көшетін боламыз. Енді тағы бір қайталап өтейік. Жалпы алкандар жалпы формуласы CnH2n болып келетін, негізгі формуласы осы деп айтқан болатынбыз. Қосылыстар. Мұндағы n ол көміртектің атом санына сәйкес келеді. Алкандарды көміртек атом саны ол 4, білесіңдер, торит валентті көрсетеді, сондықтан олардың барлық байланыстары қандай? Сигма байланысы өтеді. Қос байланыс, үш байланыс деген нәрсе болмайды, Енді химиялық қасиет жағынан бұлар белсенділігі төмендеу болады. Және де бұның екінші аты бар екен, оны біз не дейміз? Парафин деп атайды екенбіз. Алкан и парафин деген аты тоже естеріңізде сақтап алыңыздар. Так. Сонымен қандай көміртектер? Бұл алкандар, бұлардың ең алғашқы өкілдерінің бірі ол бізде метан. Метан түссіз, иіссіз және суда ерімейтін жанғыш, жеңіл газ болып есептеледі екен. Кәдімгі үйде қолданып жүрген табиғи газдарыңыз бар ғой, сырттан келетін городской деп айтып жатасыңдар. Городской газ деп отқан осы бізде метаннан тұрады. Основной составы метаннан тұрады. Ал енді баллонмен алып келіп жағатындар, олар көбінесе пропаннан тұрады. Пропан. Ол жерде тек қана ойламаңыздар, тек қана метан ғана бар деп. Ол жерде основной, яғни негізгі ішіндегісі метан болады, қалғаны қоспа ретінде метан болуы мүмкін, пропан, этан деген сияқты қоспа күйінде жүреді екен. Жалпы енді осының ішінде жаңа айтып отқан бізде метанымыздың екінші аты бар екен, оны біз кейде батпақ газы, шалшық газы деп те атайды. Осыны тоже еске сақтап алыңыздар. Батпақ газы немесе шалшық газы деп те атайды екен. Одан бөлек тағы да руда газ дегенде аттары бар екен. Не үшін бұлай атаған? Өйткені бұл батпақ жерлерде өсімдік қалдықтарын ауа қатысынсыз шірігенде түзіледі бұлар. Сондықтан батпақ суларда көпіршіктен бөлініп шығатын жанғыш газдар негізін құрайды екен. Енді батпақ жерлерге барсаңдар, көрсеңіздер, андай полк деген дауыстар шығып жатады, сол бізде метан екен. Метан не үшін ол жерде түзіліп жатыр десеңіздер, жаңа айтып жатыр, өсімдіктер енді шірігеннен кейін, судың астында жатқаннан кейін ол жерде ауа бармайды, ауа бармағаннан кейін соны шіріген кезде CH4-ке дейін деген өзгеріп, сондай қосылыстар түседі екен. Түсінікті, осындайдан ойласаңдар болады, мысалы көмірдің пайда болуы, мұнайдың пайда болуы, осылай пайда болуы негізі көбінесе. Яғни оларда шіріген жан жануарлар болсын, өсімдіктер болсын, олар шірігеннен кейін жердің астында не пайда болады? Жаңағы көмір пайда болады екен. Яғни ауаның қатысынсыз. Ал егер ол жер ауаның қатысы бар болатын болса, ол кезде олар мүмкін басқа зат түзілуі мүмкін еді. Енді бұлардың физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, және бұлардың алғашқы төрт өкілі, метан, бутанға дейінгілердің барлығы, олар бізде газ күйінде келеді екен. Газ болғанда иіссіз газдар екен. Одан кейінгі, яғни С5-тен бастап H10-ға дейінгілері, H15-ке дейінгілері десек те болады. H15-ке дейін, былай істесек болады, қараңдар. С1, С5-ке, С5 емес, С4-ке дейін. С4-ке дейінгілері олар газ күйде болады. С1, С4-ке дейін газ. С5, С15-ке дейін олар сұйық күйде болады. Уже С16-тан бастап не болады? Олар қатты күйде болады екен. Қатты күйде. Ол тоже өте маңызды, ертең сендерде белгісіз заттар берген кезде айтып жатады. Осындай қаныққан сұйық деуі мүмкін. Сұйық десе сразу ойлап көресіңдер, что ол С5 пен С16-ның арасында жатқан газ екеніне. Жақсы ма? Сондықтан осы нәрселер білу керек. Өзіне тән иістері бар екен сұйықтықтардың, сосын қатты заттардың ақ түсті иіссіз қатты заттар қолға май тәрізді сезіледі дейді. Енді қарап тұрсаңыздар, балқу температуралары не істеп жатыр? Артып жатыр. Жоғарыдан төмен қарай олардың балқу температуралары артады екен. Неге олай артады десеңіздер, өйткені массаларда артады, бұлардың массаларында қатынасы бар екен. Сол сияқты қайнау температураларда не істейді? Массасы өскен сайын артады екен. Осы нәрсені есте сақтап алыңыздар. Массасы өскен сайын олардың балқу және қайнау температуралары артады.